Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписывайтесь және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Мұнай бағасы ақш-тың алдағы инфляция деректері және Азия мен Америка құрама штаттарындағы мұнай өндіру зауыттарының жұмысын қалпына келтіруіне байланысты жұмада өткен сессияда 2%-ға көтерілгеннен кейін қайта түсіп жатыр. Бұл жағдайда Reuters сайтын хабарлады. Брент маркалы мұнай фьючерстері жұма күні 2,2%-ға қымбаттап, Баку уақытымен таңғы сағат 10-дарда 74 центке немесе 0,9%-ға барреліне 85,65 долларға дейін төмендеді. Ал америкалық WTI маркалы мұнай алдыңғы сессиядағы 2,1%-ға өсуіменен кейін осы жолы 73 центке немесе 0,9%-ға төмендеп барреліне доллардың 78,99 долларға сатылды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосқан жағдайда бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар.